Assalamualaikum hurmatli ko'rganlar. Bugun ko'rganlarning so'rovi bo'yicha balapanlar tush deb yozib edi oldinda. Mana balapanlar. 5 qazi, 5 fındık, yana 10 tavuk. Shunda setga qamalib turib. Mana жайылып çöp жейді осы жерден. Енді арбуз қауынның қабықтары тартылған жем тары береміз. Мына бұзау. Қорқпайды екен. Ұрғашы бұзау. Сесе өрісті бұл. Мына балапандар. Мынау жаңағы ақ балапан қаяқта. Міне, үндіктің балапандары осы. Кішкентай кезінде аса білінбейді екен, тауығы қайсы, үндігі қайсы. Мынау қазылар. Жем қораға кіріп кеттім бар. Қаз негіз суықта семіреді екен қыстың күні. Денесіне суық тисе содан семіреді екен қазылар. Қыста бұйыртса тамақ болады ғой бұлар. Қысқа дейін өссе енді. Осы балапандар арасында үйге кіріп кететіндер бар. Нанның қоқын жинап, теріп. Тауық па, үндік па мынау? Тауық, е? Көріп тұр, қорқпайды ол, тиіспейтін біледі ол. Үндіктер қалмыз? Жүргі жаңа бір екеуін көріңіз. Қазір әлі Ойында озары. Öyle basın topluyorsun. Çıkıyor var. Представляешь, перья на подаче? Мынау жақта алюминиевый банкалар жатыр. Алдынан бері жинаған. Таптау керек оларды. Мына жерде гаражда. Мынау екі фар алғам машинеге. Мынандай салып қойдым оларды. Мынау ескісі. Екеуі 24 мың болды ғой. Мін алюминиевый банкалар мынау бар. Сосын таптау керек, жаңа ана жақта мешокта жатыр. Қысқа дейін жинап, қыстап өткізетін болам бұйыртса. Видеоны аса лайк басып, арнаға жазылып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен көрсетсеңіз, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.